Сәлем достар, бұл видеода біз сіздермен бірге былтыр күзде шыққан Apple компаниясының жұқа iPhone Air телефонын қораптан ашамыз, ал сіздер лайк басып каналға тіркеліп жайғасып көріңіздер. Қорабы жұқа, қорап сыртында iPhone жұқа екіні көрсетілген. Ал енді пломбыларын шешіп қорапты ашайық. Ішінде iPhone-ның өзі және жалғыз USB кабель. USB кабельге келсек, кроссовкидің бауы секілді, яғни жіп секілді оплеткада жасалған, және де осындай кабельдер кейінгі Apple компанияның құрылғыларында қоса салынып жүр. Телефонның бетіндегі наклейкасын алғанын өзі ғажайып сәт. Телефонды қараңыздарша, қандай жұқа, жұқалығы 5,64 мм, салмағы 165 грамм. Телефонның қырлары хирургиялық сталь болса, телефон корпусы алюминийден жасалған. Телефонның артында жалғыз 48 мегапиксельдік бір камера, әне фонарик пен динамик үшеуі бір астровокта орналасқан, ал ортасында Apple логотипі бар. Телефон жұққа болғандықтың сыры ол әрине үлкен камераларды алып тастаған және iPhone Pro нұсқалардағыдай аккумуляторды сыйымдығын алып қиып тастаған. Осыған қарамастан бұл жұқа iPhone Air қолға әдемі және жағымды көрінеді. Тіпті бір сезімтал сәби секілді. Астында микрофон мен USB Type-C порты ғана бар. Ал енді iPhone-ды жағып көрейік. Экраны OLED 120 Гц, диагональ 6,5 дюйм. Керемет сапалы дисплей, даже көшеде күн сәулесінде бір нәрсе көруге болады. Артқы камерасы бір болғандықтан тек фотоға, видеоға 1x және 2x зуммен түсіруге болады. Осымен шолу соңына жетті. Сіздерге ұнады ма және алып көресіздер ме? Комментке жаза кетіңіздер. Видео ұнаса лайк және подписка бас.